серияда. Мынау сенің жиенің. Жиенім? Мынау қалқандағы хатты оқи алмай отырмын. Көне ағылшынша жазылған сияқты. Түнек қолы бүкіл қылмыскерлер әлемімен байланысты. Бастықтары Вальман. Сендердің бәріңді бір-ақ адам жеңді ме сонда? Тору, маған мынау қалқанды алып кел. Джеки, әлгі қалқандағы жазу сиқырлы жазу екен. Ал қалқанның ешқандай қасиеті жоқ. Қалайша? Аға, сен бір нәрсені шатастырып тұрсың. Бүгін маған жолыққанның барлығы қалқанды сұрай береді. Қалқан маңызды емес. Қалқанға орнатылған бойтұмар маңызды. Я, сиқырдың бәрі сонда. Вальман, сенің адамдарыңның көзін шел басқан ба? Көзі соқыр болмаса, қалқанда бойтұмардың жоқ екенін байқайтын еді ғой. Бастық оны не үшін тыңдайды? Қазір көресің. Менің саған уәде берген орасан байлығымда мынау қалқан сияқты босқа кетпесін. Уайымдама, Шендю. Бойтұмарыңды әкеліп берем. Түнек қолының істері Джеки Чанды енді араластырмаймын. Ешқашан. Джеки Чанның бастан кешкендері. Көмейдегі бойтұмар. Қытай асханасы? Мен мұны Гонконгта жегемін. Қане Макдональдске барайықшы. Джеки, әтештің бойтұмарының қуаты керемет. Осындай құрттай бойтұмардың ба? Тоқтай тұр. Көне аңызда осындай 12 бойтұмар жайында айтылады. Қытай жұлдызнамасындағы әр жануарға арнап жасалған. Оның әр қайсысында ерекше сиқыр бар. Қандай сиқыр? Джейд. Аңызда сонымен қатар тылсым күштің дүниенің төрт бұрышына қарай шашырап жатқан айтылған. Егер осы тепе-теңдік бұзылып, бойтұмар бір зұлымның қолына түссе... Джеки олардың бәрін жұдырғымен төмпештеп, быттарын шығарады. Кешіріңіздер. Маған өзіңнің тәсілдеріңді үйретші. Жарайды, бірақ қазір емес. Аға, сен шынымен де осы ертегіге сенесің бе? Менің жауабыма әлі түсінген жоқсың ба? Джеки, қарашы, менің де қолымнан келеді, міне. Джейд, ғимараттың ішінде секіруге болмайды. Жанып жатырмыз. Менің жиенім кінәлі істегеніне өкінеді, рас па, Джейд? Кешіріңіз. Маған үйрет деп бекерге айтқан жоқпын ғой. Есіңде болсын, данышпан адамдар күшін өзінен іздейді. Ал ақымақтар өзгелерден іздейді.